بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Аллах Тағалаға мақтаулар болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар болсын. Дәрісімізді жалғастырамыз. Ашратус саа ва баяну даифи минха. Ақыр заманның белгілері және де соның белгілерінің ішіндегі әлсіздерін түсіндіру. Яғни әлсіз хадистерді түсіндіру. 21-ші белгіліге келдік. Татауулу риаил бахми фил буньян. Шопандар, яғни мал бағатын шопандар, олар үлкен зәулім үйлерді соғуда жарысады дейді. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل وفيه إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها زاد البخاري الإبل البهم. Бухари және Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху ұзақ хадисте Жабрил алейхиссаламның ұзақ хадисінде мына сөзді айтқан екен. Яғни ақыр заман белгілері жайында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның мына сөздері бар. Қашанда мал бағушы, яғни қойларды бағушы шопан солар үлкен зәулім үйлерді соғып жарысқан кезде дейді. Фадака мин ашратиха, сол кезде бұл не болады? Ақыр заман белгілерінен болады дейді. Имам Бухари рахматуллахи өзінің риуаятында әл-ибилил бахма, яғни түйе бағушы да соның ішіне кіреді деген сөзді келтірген екен. Офи хадиси Умар радиаллаху анху инда муслимин, Умар радиаллаху анхуның хадисінде, Муслимде келген хадисте мына сөз келтірілген. Антурал хуфат ал-урат ал-алат риа аш-шати ятатавалуна фил буньян. Сен шашы жалбыраған, киімі жоқ, жалаң аяқ қой бағушы шопанды көресің, солар кейін не болады? Зәулім үйлерді салуда жарысады дейді. Осындай хадистер келген екен. وقد جاء ما يدل على أن المراد بهم العرب. Бұл жердегі хадис бізге дәлел болады. Бұл жерде кімдер? Арабтар жайында айтылып жатыр. فقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه رواية ابن عباس رضي الله عنهما تاغدا бір хадис келеді. فذكر الحديث, осы хадисті айтып жатып, оның ішіне мына сөзді айтады. ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. Сонда мына сөздерді айтады. Мен қазір көріп тұрмын, Раайту асхаб ша, яғни шопандарды мен көрдім дейді. Олар, яғни қиямет күнінде, ақыр заманның белгілерінде олар үлкен зәулім үйлерді салып жарысады дейді. Және де мен сондай нәрсені көрдім дейді. Яғни сондай ақыр заман белгілері бар. Олар жаңағы жалаң аяқ, өздері аш болған, үстінде киімі жоқ. Олар кейін адамдардың басшысы болады деп айтқан екен. Фадалика, расымен де бұл ақыр заманның белгілері және де шарттары деп айтқан екен. Сонда сахабалар айтты: «Я Расулулла, ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة». Я Расулулла, мына шопандар және де аш болып жүрген, жалаң аяқ жүрген кімдер олар деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Әл-араб, бұл арабтар деп айтты дейді. Бірақ уасанадуху даифун, бұл хадистің иснады даиф келеді, даиф болып келеді. Біз осы нәрсені білуіміз керек. Яғни ақыр заманның белгілері жайында хадистер өте көп, соның ішінде әлсіз хадистер бар, сахих хадистер бар. Ал мына хадис даиф болып келеді, иснады. وهذا الحديث وإن لم يصح فيدل على أن المراد بهم العرب. Бұл хадис сахих болмаса да, бірақ бізге білдіріп тұр, осы сөздегі шопандар, түйе бағушылар және де жаңағы қой бағушылар олардың арабтар екенін білдіріп тұр. Қазір арабтарды қарайтын болсаңдар, шынымен олардың ең зәулім ұзын үйлерінің барлығы сол араб төбектерінде. والمعنى أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان في ارتفاعه وكثرته. Енді бұл хадистің мағынасын біз қалай түсінеміз? Бұл хадистің мағынасын кейін осы баяғыда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның кезінде қой баққан, мал баққан арабтар
сондай жалаң бұт жүрген арабтар кейін не болады, оларға Аллах Тағала дүниені төгіп береді, олар үлкен ұзын үйлерді салуда жарысады, және де адамдардың басшылары болады. Осы хадисті бізге айтып тұр. وقال القاضي عياض ليس كل ما أخبر عنه أنه من أشراط الساعة لا تبيحه الشريعة. енді бұл жерде біз мынандай ой келуі мүмкін бізге, сондай бай болуға болмай ма не, сонда үлкен зәулім үйлерді салуға болмай ма деген нәрсе келеді, осындай түсінік келеді. Осыған Қади Ияд рахматуллахи алейхи жауап береді. Ақыр заманның шарттары, ақыр заманның белгілері болған әрбір нәрсе шариғат оған рұқсат бермейді деген нәрсе жоқ. Яғни ол рұқсат етілетін нәрсе. Егер де сіз бай болып, сіздің байлығыңыз тасып жатып, бірақ соң барып үлкен зәулім үй салсаңыз, сіз шариғатқа ешқандай да қарсылық келмейсіз. Бұл жақта тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шариғат жаңа ақыр заманның шарттарын ғана айтып жатыр. Яғни осыны көрсең, онда ақыр заман жақындап келе жатыр деген мағынада айтып жатыр. Яғни ұзын зәулім үйлерді салу ол харамға жатпайды. Осы нәрсені айтып жатыр. Келесі 22-ші белгі. Духуру зина ва каthратуху. Зинаның көп болуы, яғни зинаның көпшілікке жайылып шығуы және оның көп болуы дейді. Рауал Бухари ва Муслим, Бухари және Муслимде келген хадисте, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, расымен де ақыр заманның бір шарттарынан ол ілім көтеріледі, яғни ілім алынып кетеді, надандық орнайды, арақ шараптар ішіледі, және де зина сыртқа қарай шығады дейді. Яғни баяғыда зина жасалған кезде олар тығылып жасайтын еді, қазір ақыр заманның уақытысында зиналар неге көшеге шығады. Уафи риуаятин айндал Бухари, Бухаридегі бір риуаятта уаяктуру зина, зинаның көп болуы дейді. Муслимдегі риуаятта уафи риуаятин айнда муслимин яфшу зина, яғни зинаның жайылуы дейді. وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه جت حديثه پیغمبر صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفني هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. مына хадис келеді екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: менің жаным кімнің қолында, мен сонымен ант етемін, бұл үммет қашан құриды, қашанда ер кісілер әйелдерге көшеде тұрып зинаға барады дейді, көшеде тұрып олар зина жасай бастайды дейді. Сонда сол адамдардың ішінен ең хайырлысы тұрып айтады дейді: сендер зинаны басқа жаққа барып тығылып жасасаңдаршы, басқа жаққа барып жасасаңдаршы деген сөзді айтады дейді. Яғни адамдардың үмметтің ішіндегі ең хайырлысы сөйтіп айтады дейді. Осындай хадис келеді екен. Васанадуху даифун, бірақ бұл хадистің иснады даиф болғандықтан, бірақ қазір біздің жағдайымызда сол нәрсені көріп жатырмыз. Біздің уақытымызда, біздің заманымызда сол нәрселерді көріп жатырмыз. وروى ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. Ақыр заман болмайды қашанда адамдар көшеде зина жасамайынша дейді. Есектер бір-бірімен зина жасаған сияқты дейді. Жануарлар сияқты. Мысалға ауылды жерлерде барсаңыз, есектер көшеде жаңағындай жасап жатқан сияқты, зинада тура сол сияқты жасалады дейді. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. бірақ бұл хадис сахих емес. وهو صحيح عن عبد الله بن عمرو. бірақ сахих хадис мынау дейді: Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі келген хадис дейді. Яғни жаңағы біз ескерткен хадис, алдында айтқан хадис. وقد ظهر ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلقد انتشر الزنا انتشارا عظيما. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисінде, жаңағы айтқан хадисінде
қарайтын болсақ, расымен де зина өте қатты дамиды, өте қатты жайылады. Хатта хуссисат лаху қануатун хассатун тәthбут تبثه على مدار الساعة سواء عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق الإنترنت وحتى أصبح يعرض في بعض البلدان على القادمين كما تعرض السلع للبيع. Yani расымен де қазір біздің заманымызға қарайтын болсақ, зина өте қатты дамыған, әрбір адамның қолында зинаны көруге мүмкіншілігі бар, құралдары бар, телефондары бар, интернетпен де дамыған. Шынымен де бұл ақыр заманның белгісі келді деп айтсақ болады. Келесі шурбул хамр, 23-ші белгі. Равал Бухари ва Муслим, Бухари және Муслимде келген хадисте Анас ибн Малик радийаллаху анху айтады: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر. Бұл бап жаңағыдай арақ шарап ішу бабы екен. Яғни ақыр заман тағы бір белгісі арақ шараптың көп ішілуі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, расымен де ақыр заман тағы да бір белгісі ол не? Ілімнің алынуы, надандықтың орнауы және де шараптың ішілуі деді. Расымен де шараптың өте көп мөлшерде ішілуі де бұл ақыр заманның бір шарттарында. وقد جاء ما يدل على أنهم يسمونها بغير اسمها. فقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. Тағы да бір хадистерде келеді, яғни сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, адамдар, менің үмметімнен адамдар жаңағы шарапты ішеді, арақ шарапты ішеді, бірақ сол арақ шарапты өзінің атымен атамай ішеді дейді. Қарап тұрсаңыздар, біздің заманымызда қазір түбі арақ, бірақтан оның аты басқа, халал деп шығады, мынау рұқсат деген нәрселер шығады, яғни пиваны ішіп жатады. Бұл біз шариғатымызда харам емес деп кейбір адамдарды көріп жатамыз. Бұл да ақыр заманның бір белгісі. وفعلهم هذا لاستغاثة شربها أمام الناس وهذا يدل على أن الخير موجود حال فعلهم هذا إذ لو لم يكن موجودا لما احتاجوا أن يتحاولوا على شربها بتغيير اسمها. Қарап тұрсаңыздар, қазір жарнамаларда да жаңағы аттарын өзгертеді, жаңағы спирттік несі мөлшері 0 деп көрсетіп жаңағыдай ішіп жатады. Бірақ қарап тұрсаңыздар, оның түбі арақ шараптан шыққан нәрсе. وقد جاء ما يدل على أنهم يستحلون شربها. Қарап тұрсаңыздар, яғни бұл хадиске қарасаңыздар, адамдар арақ шарапты да халалға шығарады. Бұған дәлел қандай? قد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث келеді, Ахмад ибн Хамбал, Убада ибн Самит радийаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: لا يستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. Менің үмметімнен бір топ адамдар арақ шарапты не істейді? Арақ шарапты халал қылады, сөйтіп оны басқа есіммен атай бастайды дейді. Осындай да заман келіп жатыр. Қазіргі біздің заманымызды қарасаңыздар, осындай да топ адамдарды тауып аласыздар. Бірақ бұл хадистің иснады даиф болғанымен де қарасаңыздар, біздің уақытымызда сол нәрсе болып жатыр. Бұл жақтағы сөздің, бұл жақта ла ястахиллунна деген сөз хада лафзул хатаун. Бұл қате нәрсе. Сахихы дейді, яшрабу деген мағына білдіреді дейді. Яшраб, яғни ішеді дейді. Халал қылады емес, ішеді деген мағына білдіреді дейді. Халал қылады деген, яғни арақ шарапты ешкім халал қыла алмайды, бірақ олар халал деп ішеді дейді. Ең дұрысы сол. Хадистегі дұрыс нәрсесі сол дейді. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير سنده ضعيف. Бірақ бұл даиф хадис екен. Али радийаллаху анхудан жеткен хадисте айтады: мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям айтқанын естідім дейді. Сондай жақын уақыт қалды дейді, менің үмметімнен сондай бір адамдар халал қылады дейді. Әйелдердің жаңа жыныстық мүшелерін халал қылады, яғни әйелдерді халал қылады. Уәл харир және де жаңағы
нені халал қылады? Харир дегеніміз жібек киімді халал қылады дейді. Ер кісілерге шариғат бойынша бізде жібектен тоқылған киімді киюге болмайды. ولقد شرب الخمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنيت مصانع للخمر وأصبح يباع في كثير من البلدان بغير نكير. енді хадистердің барлығына қарайтын болсақ, расымен де жаңағы шарап жасайтын нәрселер өте көп, шарапты өте көп іше бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сияқты, сөйтіп шарап жасайтын үлкен заводтар көбейе бастайды, шараптар көп сатыла бастайды. Адамдар ішкен кезде оны шарап деп те қабылдамай іше бастайды дейді. Бұл да ақыр заманның бір белгісі. Келесі 24-ші белгі. Зухурул бухл ва шух. Сараңдық және де қызғаныштың көбеюі дейді. Сараң, адамдар сараң бола бастайды. Адамдарда қаншама ақша, қаншама байлық жатса да, харам жолдарға немесе пайдасыз жолдарға жұмсап жатса да, бірақ жақсылық жаса деген кезде сараңдық жасап қалатын адамдар көп. Рауа ибн Хиббанда келген риуаятта ан Аби Хурайра радийаллаху анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. Ибн Хиббан рахматуллахи алейхида жеткен кітабында Абу Хурайра радийаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Мұхаммедтің жаны кімнің қолында, сонымен ант етемін, ақыр заман болмайды қашанда қызғаншақтық пен сараңдық көбеймейінше дейді. Бірақ бұл хадис даиф, бірақ Абу Хурайра радийаллаху анхудан тура осындай хадис келеді, ол сахих. وروى البخاري ومسلم بخاري مسلم ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ақыр заман жақындаған кезде не істейді? Уақыттар қысқара бастайды, амалдар азая бастайды дейді, сараңдық көбейе бастайды дейді. Қарап тұрсаңыздар, адамдар жақсылықты өте аз жасап жатыр. Уақыт өте қысқа және де сараңдық өте көбейіп жатыр. Вал-бухлу хаслатун замиматун истаада минха наби саллаллаху алейхи ва саллям. Сараңдық дегеніміз ол өте жаман қасиет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі дұға қылып пана тілеген екен: "Я Аллахым, мені сараңдықтан сақта" деп. Ол Бухари Муслимде келген хадисте Анас ибн Малик радийаллаху анхудан жетеді: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана яду Аллахумма инни аузу бика минал бухл". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда мына дұғаны қылатын еді дейді: "Я Аллахым, мені сараңдықтан сақтай көр" деп дұға қылатын еді дейді. Сараңдықтан біз сақтауына Алладан сұрауымыз керек. Уақад саммаху наби саллаллаху алейхи ва саллям даан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сараңдықты ауру деп санаған екен. Яғни сараңдық ол не? Ол ауру. فقد روى البخاري في الأدب المفرد. إمام بخاري رحمة الله عليه أدب المفرد كتابنا جابر رضي الله عنه جيت حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة. بني سلمة قومه сендердің başçıların кім дейді? قلنا біз айттық дейді: الجد ابن قيس على أننا نبخله. Біздің басшымыз, яғни Бану Сәлма тайпасының басшысы шал болған Ибн Қайс деп айтты дейді. Яғни Ибн Қайс шал. Ол оны біз сараң деп есептейміз. Яғни ол өте сараң біздің басшымыз деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ай даун адуа минал бухл". Я, ол сараң емес, ол ауру деп айтты дейді. Ол сондай ауру, ол неден пайда болатын ауру? Жаңағы сараңдықтан пайда болатын ауру. Бәл сейдукум Амр ибн Джамух. Керісінше сендердің енді басшыларың Амр ибн Джамух болады деді. Сөйтіп Амр ибн Джамухты радийаллаху анхуды несейді солардың басшылары қылып тағайындап қойды. وروى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أي داء أدواء من البخل. Бұл Абу Бакр радийаллаху анхудан жеткен хадисте айтады, ол сондай ауру, өте үлкен ауру, яғни не болған? Сараңдық деген ауру дейді. Соны 3 рет айтты дейді.
Сол үшін сараңдықтан біз құтылу үшін біз не істеуіміз керек? Садақа беруіміз керек, жақсылықта ақшамыздан бір бөлікті әрқашанда бөліп тұруымыз керек. 25-ші белгі. Ат-табахи фил масаджид. Ат-табахи фил масаджид, мешіттерде не істеу? Ат-табахи фил масаджид, яғни мешіттермен мақтану дейді. Бұл да ақыр заман бір белгісі дейді. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисте айтады: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Ақыр заман болмайды қашанда адамдар мешіттермен мақтанбайынша дейді. ولفظ النسائي, Насаида келген хадисте былай келеді: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. Ақыр заман бір белгілері ол адамдар мешіттермен не істейді? Мақтана бастайды дейді. وهذا الحديث ضعيف. Бұл хадис ضعيف, әлсіз хадис. روى عن أنس رضي الله عنه من قوله. Анас радиаллаху анхудан тура сондай хадисті сахих риуаятпен жеткізеді, бірақ бұл келтірілген хадис даиф болғанмен мына хадис сахих, тура осындай сөзбенен жеткізеді. على أنه لا يصح من قول أنس رضي الله عنه. وقد جاء في حديث علي وابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أن زخرفة المساجد من أشراط الساعة وهما حديثان ضعيفان جدا. Ал енді мынандай хадис келеді. Али ибн Умар радиаллаху анхудан мешітті әшекейлеу бұл ақыр заман бір белгісі деп келген хадис келеді, бірақ бұл өте әлсіз хадис. Бұл хадиске біз амал жасай алмаймыз. Өйткені мешітті әшекейлеп салу, жақсылап салу ол адамның жақсы ниетінен. Бұл хадисті біз алып келіп жаңағыдай қолдана алмаймыз. Неге? Өйткені бұл өте әлсіз хадис. Яғни бұл қабылданбайтын хадис деген сөз. وقد روى أبو داود وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنا ها كما زخرفت اليهود والنصارى. بزге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бізге мешіттерді сәндеуге, маған мешітті сәндеуге бұйырылмады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Сонда Ибн Аббас радиаллаху анху айтты дейді, бұл жерде яхудилер, насранилер сияқты мешіт әшекейлеуге бұйырмады дейді. Яғни яхудилер, насранилердің мешіттеріне кірсеңіз, ол жақта портреттер, суреттер, неше түрлі суреттер тұрады. Яғни осы нәрсені айтып жатыр. وقولهم ما أمرت بتشييد المساجد деген сөз бұл мурсал хадис дейді. والمرسل من أقسام الضعيف. Бірақ бұл хадисті біз даиф ретінде қабылдаймыз. Яғни мешітті әдемілеп салу ол шариғатымызға яғни қарсы емес. Бұл хадис әлсіз болғандықтан бұл хадиске біз амал жасай алмаймыз дейді. Енді имам Хаттаби рахматуллахи алейхи осы жақта ташйид деген сөзді айтып жатыр. Рафул бинаи ва татуилихи. Бұл ташйид деген сөз ол оны ұзын қылып соғу дейді. Яғни биік қылып соғу дейді. Қаулу литазхарафана ма'наху, яғни әшекейледі деген сөз жаңа хадисте келген литазиниха. Яғни насранилердің синагогтары сияқты дейді. Христиандар мен яхудилердің синагогтары сияқты ішіне кірсең, жаңағыдай портреттер, неше түрлі нәрселер салып тастайды, сол сияқты дейді. والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. يعني христиандар мен яхудилердің мешіттеріне кіретін болсаңдар, олардың мешіттері өте әшекейленген, олар өзгерткен неше түрлі нәрселерді, бірақ амалдардың барлығын тастап тастаған. Яғни амалы тасталған, ол жақтағы құлшылықтардың барлығы тасталған мешіт сияқты болып қалмасын деген мағынаны айтып жатыр. وقد روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما قالا إذا حليتم مصاحفكم زخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم ولا يصح هذا عن أبي هريرة وعلى عن أبي الدرداء. Мысалға
тағы да бір хадис келеді: егер де сендер өздерінің құрандарыңды әшекейлесеңдер, мешіттерінде әшекейлесеңдер, онда сендерге димар болады, яғни жаза болады деп айтқан хадисі бұл әлсіз хадис. Бұндай сөз Абу Хурайра және Абу Дарда радиаллаху анхумадан жетпеген дейді. Сол үшін мынау ақыр заманның белгісі деп келетін хадисті біз дұрыс түсінуіміз керек. Мешіттің салуына кедергі болмауымыз керек. Келесі 26-шы белгі. Уақыт болып қалды ма? Фушу тижарати. Сауда саттықтың өте көп болуы дейді. Енді бұл ақыр заманның белгісі шынымен бар ма жоқ па, қазір бұны қарап көреміз. روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. Амр ибн Тағлаб радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: ақыр заманның бір белгісі малдың көбеюі, яғни мал көбейеді дейді. Қарап тұрсаңыздар, байлық қазір өте көп. Уяктур, және де өте көп болады дейді. Уатафшу тижарат, және де сауда саттықта көп болады дейді. Бағана біз айтқанымыздай, сауда саттықтың, яғни ақыр заманның көп болуы, ақыр заман уақытында көп болуы, бұл біздің шариғатымызға қайшы келмейді. Адамның бай болуы шариғатымызда ол тыйым салынбаған. Осы нәрсені дұрыстап түсінуіміз керек. Яғни бұл ақыр заманның бір белгісі деп біз түсінеміз тек қана. Тағы бір хадисте рауал имам Ахмад вал Бухари фи адабил муфрад вал хаким ан ибн Мас'уд радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. Ақыр заман алдында не болады? Таслимул хассати, яғни жаңағы байлық көбейеді, сауда саттық өте үлкен неде дәрежеде жайылады дейді. Сондай дәрежеге дейін жайылады, әйел адам өзінің күйеуіне сауда саттықты үйрете бастайды дейді. Қарап тұрсаңыздар, қазір әйелдерде өзінің күйеуіне сауда саттықты үйретіп, немесе күйеулерін де асырап жатқан әйелдерді көріп жатамыз. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтып жатыр: бізге сондай заман келді дейді. Біз былай айтатын болдық дейді: пәленшенің саудагері, пәленшенің жазушысы тірі кезімізде біз тек қана пәленше бірақ қана адам саудагер еді, бірақ қана адам жазушы еді деп көретін еді. Қазіргі заман сондай болып кетті. Яғни жазушы да көп, және де кімдер де көп, саудагерлер де көп. Осы нәрсені айтып жатыр. Қарап тұрсаңыздар, қазір жазушы да көп, неше түрлі нәрсені жазып жатыр. Тексерілмеген ілімдерді де сондай қылып адамдарға жеткізіп, адамдарға дұрыс емес ілімді жеткізіп жатқан адамдар да көп. Жаңағы сауда саттықтың несін білмейтінде адамдар көбейіп жатыр. Aqulu wa fushu tijarati wa kathratuha fi zamanina mimma la yunkar. Енді автор айтып жатыр, сауда саттықтың көбеюі және де байлықтың көбеюі біздің заманымызда ол шариғатымызда тыйым салынбаған нәрсе. ولقد تنافس الناس في التجارة وحض بعضهم بعضا عليها حتى إنه ربما أنكر على من لم يزاولها. Бірақ сондай заман келеді дейді, адамдар бір-бірлеріне сауда саттық жасаңдар деп үгіттейтін көп адамдар пайда болады дейді. Осы нәрсені айтып жатыр дейді. Қарап тұрсаңыздар, қазір мысалға неше түрлі компаниялар шығады, өзінің өнімдерін шығарады, және де онымен қоса не істейді? Өнімдерін сататын адамдарға жаңағыдай бал жинатқызып, жаңағыдай сатқызып жатады. Келесі әл-фухш. Ақыр заманның бір белгісі тағы да әл-фухш дейді. 27-ші белгі. Фухш дегеніміз ол не? Ұятсыздық, немесе жаңағыдай күнә.
روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسنده ضعيف. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, ақыр заман болмайды қашанда ұятсыздық және күнә жасау көбеймейінше дейді. Бірақ бұл хадистің иснады даиф. روى ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وسنده ضعيف. Бірақ бұл хадистің иснады даиф, бірақ айтып жатыр Мұхаммедтің жаны кімнің қолында, сонымен ант етемін, расымен де ақыр заман болмайды қашанда не болмайынша ұятсыздық көбеймейінше дейді. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسنده جيد. ибн Масуд радиаллаху анху жеткен хадисте ақыр заманның белгілері ол ұятсыздық пен күнәлар көбейеді дейді. Бірақ бұл хадистің иснады жақсы. روى الطبراني في الأوسط أبو هريرة رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش وسنده جيد. Yani бұл хадисінде санады жей, жаңағыдай хадис. Фухш дегеніміз не? Дүл фухши фи каламихи ва фиалихи. Фухш дегеніміз ол өзінің сөзінде және өзінің ісінде ұятсыз болған адам дейді. Тафахуш дегеніміз не? Мутафахиш дегеніміз ол текаллафу залика ва тааммадаху. Мутафахиш дегеніміз сол ұятсыздыққа алып келетін адам. Сондай адамдарды біз көп кездестіреміз, телефондарда, интернеттерде біз сондай нәрсені көп кездестіреміз. Адамды неге итермелейді? Ұятсыз нәрсені жасауға итермелейді. Осыны мутафахиш деп айтамыз. Ва хада далилун аля дихабил хая. Бұл хадиске қарайтын болсақ, ұяттың кететіні жайында біз түсінеміз. Ақыр заманның жақындаған кезде. Лианнаху ямнау кафира минал фухш. Өйткені ұят деген нәрсе ол не істейді? Ұятсыз нәрселерден тыяды. وإذا ذهب الحياء فقل على المرء السلام. Егер де адамнан ұят кететін болса, сен ол адамға айт дейді, ассаламу алейкум. Сау бол, бауырым деп айтып кетіп қал дейді. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش والتفحش. Айша радиаллаху анхадан жеткен хадисте, бұл муслимде келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах тағала расымен де ұятсыздықты және ұятсыздыққа алып келетін адамды жақсы көрмейді деп айтты. Аллах тағаланың махаббаты ол адамға жоқ. روى ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الآلام الأخلاق المؤمن الفحش وسنده صحيح. Расымен де мүминнің ақлақ мінезін, яғни жақсы мінездерін бұзатын нәрсе ол не? Ол ұятсыздық деп айтты дейді. Осыменен біз өзіміздің дәрісімізді аяқтаймыз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Алла субханаху ва тағала біз бен сізді сондай ұятсыздықтан сақтасын. Аллах тағала біздің жүрегімізге ұят деген сипатты берсін иншалла. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи